Hello guys, welcome. Бұл біздің тегін сабағымыздың жалғасы. Мен білмеймін уже неше сабақ, но в общем біз сіздермен шақтарға келдік. Present'ті айттық, past'ты айттық. Енді бізде future. Future бізде болашақты айтады. Есть будущего. Future сам по себе простой. Я человек простой. Ол дитпен де қатысы жоқ, эспен де қатысы жоқ. Простой will. Негізі бұрындары shall қолданатын. Shall қазір особо қолданылмайды. Ол бұрынғы СССР-ның кітаптарында болмаса, қазіргі методикада, вообще қазір грамматикада вообще практически қолданбайды. Так что басқа қатырмасаңыздар болады. Возможно, тесттарда кездеседі, но имейте в виду, просто shall, will это одно и то же, то что это будущее. Яғни I, we, they, he, she, it бәріне will жалғанады. I, we, they, he, she, it-тің бәріне will и work, мысалы work. I will work, she will work, he will work болды. Естественно, сұрақ қойған кезде will қайда кетеді? Как обычно, алдына кетеді. Will she work, will he work. Енді болымсыз түрінде he, she, it-қа, жалғыз he, she, it емес, I, we, they, he, she, it, they, we бәріне просто won't жалғанады. Болымсыз түрі. She won't work, I won't work болды. Маркерные слова. Future simple'дан маркерные сөздері естественно на будущее. Tomorrow, ертең, там, the day after tomorrow, next week, келесі апта, next year, келесі жылы. Бұл сөздерде future simple. Бірақ та айта кететін нәрсе, future simple бізде тығыспақ ойнағанды жақсы көреді. Басқа ережелердің артында тығылып жүре береді. Оны біз қалай түсінеміз оның тығыспақ ойнап жүргенін. To be going to деген инфинитив бар. Алдағы уақытта өтеміз бұйырса. Ол бізде to be going to дегеніміз план на будущее. Мысалы, they are going to play tomorrow. Олар going to планируют болашақта поиграть завтра. Бұл жерде бізде going to инфинитив ол план на будущее. Осының артында бізде future тығылады. Ну, естественно, тығылады, потому что это будущемен қатысы бар. Келесі present continuous. Осы шарт бізде. Present continuous осы шарт. Present continuous progressive. Яғни, мысалы, I am living Алматы today. Мен қазір Алматыда тұрамын. Бұның артында future қалай тығылады? Оның артында қалай тығылады? Логично, потому что ол Алматыда и дальше же будет жить. Поэтому бұнда future тығылады. Тек қазір ғана өмір сүрмейді, ол в дальнейшем тоже она там будет жить, поэтому это будущее. Келесі тығылатын жері present simple indefinite ол бізде. Present simple кәдімгі қайталанатын шақ, иә? Простой шақ present simple бізде. The bus leaves at 6:30. Немесе the lesson begins, мысалы, the lesson begins in 5 minutes. Yeah? Сабақ басталады 5 минутта. Біз оны қалай түсінеміз? Present simple ол бізде кестеге байланысты болатын іс әрекет біз білеміз. Яғни сабақтың уақыты бар, значит сол уақытта всегда регулярно басталады. Мысалы бізде сабақ там 2:20-да басталса, бізде сол уақытта всегда сабақ басталады. Ол регулярно қайталанатын нәрсе, ол present simple. Бұл жер неге future бұл жерде тығылады? Өйткені бұл кестеге байланысты будущеде болатын нәрсе ғой. Сол себепті бұл жерде future simple бізде тығылып жүреді. В принципе, future simple түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Каждый сабақтан кейін менде астында ссылка тұрады ойынға future simpleға. Астына өтіп future simple'дан ойынын ойнасаңыздар болады.